сәлеметсіздер ме? Отбасылық дәрігер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз балаларға қандай ойыншық таңдау керек? Сіздер балаңызға ойыншық таңдарда оның қауіпсіздігі мен сапасына мән бересіздер ме? Бұл өте маңызды болып табылады, себебі 3 жасқа дейінгі балалар ойыншықтарды аузына салып, олармен күні бойы тығыз байланыста болады. Бүгін біз сіздерге дұрыс ойыншық таңдаудың қарапайым, бірақ маңызды ережелерін айтып береміз. Балаға дыбыстық батареямен жұмыс істейтін ойыншық алған кезде осындай болттың болуын қадағалауыңыз керек. Балаға батарейка қолжетімді болмау керек. Батарейка болсын, магнит болсын, темір деталь болсын, осындай болтпен қорғалғанына мән беріп қараңыз. Балаға қолжетімді болып, баланың жұтып қоймауын қадағалауыңыз керек. Оның алдын алу мақсатында осындай тек қана қорғалған қауіпсіз ойыншықтарды таңдаймыз. Тағы бір ескере кететін маңызды жайт, ол баланың нерв жүйесі негізі толық дамымаған. Сондықтан дауысы қатты сыңғырлайтын ойыншықтарды таңдауда абай болыңыз, тиісінше бермей-ақ қойыңыз. Ойыншық таңдаған кезде баланың жасы маңызды роль атқарады. Жаңа туылған нәрестелерге 6 ай уақытқа дейін негізінен жұмсақ ойыншықтар, сыңғырлайтын, түрлі түсті үлкен ойыншықтар ұсынылатын болады. Ал 6 ай мен 12 жас аралығында, 12 ай аралығында қолмен ұстап, шайнай алатын, дыбысы бар, қозғалған жақсы ойыншықтарды таңдаған дұрыс. Ал 1 жас пен 3 жас аралығында әртүрлі пішіндегі құрастырғыш және де машиналар дамуына, баланың моторикасының дамуына үлес қосатын ойыншықтарды таңдаған дұрыс. Негізгі ойыншық таңдаудағы ең маңызды біз мән беруіміз керек критерий ол ойыншықтың қауіпсіздігі болып табылады. Баланың иммунитеті әзірге әлсіз болғандықтан ойыншықтың іші анық көрінбегендіктен сіз негізінен тесігі бар ойыншықтарға су кірсе де көгерді ма, көгерген жоқ па, оны ішін кеспей көз жеткізе алмайсыз. Сондықтан тиісінше тесігі жоқ ойыншықтарды таңдаңыздар. Жұмсақ ойыншықтар шаңды өзіне тез сіңіретін болғандықтан жалпы баланың барлық ойыншығын кемінде аптасына 1 рет жуып тазалап отыруға тырысуыңыз керек. Себебі баланың қауіпсіздігі ең бірінші орында болып табылады. Балаларға пластик ойыншықтарды беретін болсаңыз, пластиктері сынбайтын және мықты қауіпсіз болуы керек. Сапалы ойыншықтар таңдау үшін негізінен сапа сертификатына мән беруіміз керек және де осы ойыншықтың жасалған материалдарына қарауымыз керек. Материалы иіссіз, гипоаллергенді және де қауіпсіз болуы керек. Пластик ойыншықтары сынбайтын және де мықты берік болуы керек. Белгісіз өндірушілерден арзан ойыншықтарды алмауға тырысу керек. Негізінен танымал, тексерілген брендтерді алған дұрысырақ. Мына сылдырмақ ойыншықты негізінде сізге мысал келтіре кетейін. Қараңыз, бұл пластиктің сапасы арзан және де сылдырлауықтың негізгі материалының ішінде темір бар. Сондықтан бұл кәдімгі ойыншықтардан қарағанда қатты сыңғырлауық болады және де баланың нервтік жүйесіне әсер ететін болады. Бұл негізі қараңыз, пластиктен сапасы әлсіздеу болғандықтан тез сынады және де осы бала ойнап отырғанда сіз аузына кетіп қалады ма, оны бақылап үлгермеуіңіз мүмкін. Сондықтан тиісінше бұндай арзан ойыншықтарды алмауға кеңес беремін. Сондықтан сіз ата-ана ретінде баланың ойыншықтарының барлығының сапалы болуына жауаптысыз. Баланың өз еркіне таңдауды берген күннің өзінде де оны сапасына өзіңіз қарап, дұрыс ойыншық алуын қадағалауыңыз керек. Негізгі дұрыс таңдалған ойыншық тек көңіл көтеру құралы және де уақыт өткізу емес, сонымен қатар баланың дамуына да көмектеседі. Ең бастысы қауіпсіздік пен тазалықты сақтау керек.
пластик және де резеңке ойыншықтарды содалы суда болмаса жылы сабынды суда өңдеуімізге болады. Негізі тесігі бар ойыншықтарды тиісінше жумаймыз. Ондағы зең саңырауқұлақтарды өсу мүмкіндігі қауіптілігін ескере отырып, оған су тигізбейміз. Және де дыбыс шығаратын немесе батарейкамен жұмыс істейтін ойыншықтарды дымқыл майлықпен ғана сүртіп өңдеуіміз керек. Біздің бүгінгі видео сізге пайдалы болды ма? Алған әсеріңізбен комментарийда бөлісе кетіңіз. Және де лайк басып арнамызға тіркеле отырыңыз. Сіздермен бірге болған отбасылық дәрігер каналы. Және де арнамызға тіркеліп, біздің келесі видеоны күтіңіз.